Бәріне сәлем, бүгін менде кешкі асқа фаршированный перец, яғни голубцы дайындайтын боламыз. Бірінші кезекте қызып тұрған майдың үстінен майда туралған сәбізді және пиязды салып, ол екеуін бірге қуырып аламыз. Және оның үстінен өз қалауыңызша чеснок қоссаңыз да болады, бірақ бұл бізге міндетті емес. Көкөністерімізді бір қуырып алғаннан кейін, оның үстінен керек мөлшерде томат қосып, қалауыңызға қарай бұрыш, тұзын салып, бір қуырып алып, және оның үстінен керек мөлшерде су құятын боламыз. Суымыз қайнағанға дейін оның бетін жауып, орташа отта қайнатып аламыз. Біздің су қайнап болғанға дейін біздің перецімізді салмасымен бірге дайындай береміз. Майда туралған еттің не болмаса фарштың үстінен осылай пиязымызды салып, және оның үстінен керек мөлшерде күрішімізді қосып, оның үстінен тұзын, бұрышын, өзіңіздің қалауыңызға қарай өзге де дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырамыз. Мен жасап жатқан салма бойынша 12 дана голубцы шықты бізде, ал егер бұдан көп не болмаса аз жасайтын болсаңыз, ол кезде мөлшерін өзіңіз қарайтын боласыз. Осылай пиязын, күрішін және етін барлығын араластырып, біркелкі дайындап алғаннан кейін, тазаланған осылай дайын тұрған перецтің ішіне нығыздап салмамызды салатын боламыз. Іші бос болмау керек, себебі сорпамен қайнаған кезде оның ішіндегілері, яғни салмалары түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да нығыздап, жақсылап барлығын біркелкі етіп салып шығамыз. Бұл кезде біздің сорпамыз қайнай бастады. Енді осының үстінен жаңа турап дайындап қойған картошкамызды салып, бұны да бір шамамен 10 минуттай қайнатамыз. Бірінші картошканы қайнатып алған дұрыс, себебі перец біздің салмамызбен бірге тез піседі. Ол уақытта бірге салсақ, картошка піспей қалуы мүмкін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай перецтің барлығын біркелкі етіп, бәріне бөліп салып шықтым. Мен бұның 6-ауын бүгінгі кешкі асқа пісіріп, ал 6-ауын морозильникке, заморозкаға жіберетін боламын. Біздің картоптарымыз шамамен 10 минут қайнағаннан кейін жартылай пісе бастағанда қайнап тұрған сорпаның үстінен перецтерімізді салып бастаймыз. Егер сіздің қазаныңыз шұңғыл, яғни терең болатын болса, перецтеріңізді бұлай жатқызбай, бір-біріне тіреп тұрғызып қойғаныңыз дұрыс. Себебі сорпа қайнаған кезде салмаларыңыз шашылып қалмас үшін. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан мен перецімнің ішіне салмасын өте тығыз етіп салдым. Бұл жерде тағамыз дайын болуға аз қалған, көріп тұрғандарыңыздай салмасы шашылмаған, барлығы біркелкі болып піскен. Және осылай картоп салып пісіретін болсаңыздар да сорпасының маңызы өте дәмді болып, тағамдарыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Біздің бүгінгі кешкі асымыз дайын. Егер де дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыз, өз ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын, назарларыңызға рахмет.